И бізге сол бір 2021-дің жазында біз маркетинг команданы күшейте бастадық. Көп жігіттер мен қыздар Чоколайф соның басқа әртүрлі продукттарынан келе бастады. Жаңағы Авиата, Чоко Travel, тағы басқасынан. И сол кездегі ең басты мақсаттардың бірі брендті күшейту болды да. И бізде жаңағы креативный жігіттер өте көп болды. Жаңағы біреу өлең жазатын, біреу там стендаптарда жүргізетін, енді мықты жігіттер. Олар отырады, енді комнатада не істейтіндерін білмеймін, бірақ брейншторм етеді, определенный адамдар бар, жаңағы сол таймингқа жауап береді, креативқа жауап береді. Брейншторм етіп отырып, бәрі бір-бірін толықтыра келіп, әртүрлі идеялар шығара бастайды. Және де бұл жерде екінші нәрсе, ол біз как фаундерлар ретінде біз өзіміздің жұмыскерлерімізге кішкене свобода беруге тырысамыз да. Бізде оларға айттық, өздерің біліңдер, не ойлап шығасаңдар да. Ең бастысы біз дінді араластырмаймыз біздің рекламаға, және политиканы араластырмаймыз. Қалған нәрсенің бәрі рұқсат. И олар отырады да әртүрлі заттарды ойлап шығарады.